Бүгінгі күнге қандай тілек айтамыз? Бүгінгі сабағымызға, бүгінгі күнімізге қандай тілек айтамыз? Айтамыз. Мен барлықтарға сәттілік тілеймін. Осы сабақта барлықтарын жоғары қоя алады деп ойлаймын. Өте жақсы. Мен барлықтарға сәттілік тілеймін, және де қуаныш пен шаттық көңіл күй. Өте жақсы. Мына топтан тілек білдірген оқиды. Оқуда сәттілік тілеймін, және де Өте жақсы, керемет. Олай болатын болса балалар, біз топқа бөлім алайық, иә? Менің алдымда кесімді қиында қағаздар бар, сол қиында қағаздарды бір-бірден алып, сол қиында қағаздарды не істейміз? Құрастырамыз, ал бастаймыз келмейді. Ал балалар осыған енді біздің бүгінгі жаңа сабағымыздың қандай болатынын өзіміз ішімізде білетін болады, қандай тақырыпта қосылады. Олай болатын болса, үй тапсырмасына көшейік. Үй тапсырмасына не берді? Кім айтады? Үй тапсырмасын біз қандай тест арқылы сұраушы едік? Яғни бүгінгі күніне, бүгінгі сабақпен байланыстыра отырып, тілек сұрақ арқылы, бір тілек, бір сұрақ. Ал бастаймыз. Кім бастайды? Инстаграм тобына бастайды. Менің сұрағым WhatsApp тобындағы ақылыға. Балалар қазіргі таңда қай кезден бастап қолданысқа енді? Өте жақсы. Ал енді ақылы өзінің тілегі мен сұрағын кімге жолдайсың? Мен жұрнаққа жолдаймын. Әлеуметтік желілер қай жылдардан бастап? 1995 жылдан бастап желілер қолданысқа келді. Испанлы? Өте жақсы. Жомарт, өзінің сұрағын келгенін кімге арнайсың? Мен Инстаграм тобындағы қоғамдастым. Өте жақсы. Әлем ең бірінші компьютердің көлемі қандай болады? Ең бірінші компьютердің көлемі 1 бөлмеге болады. Өте жақсы. Істеп отырсың? Ғаламторда отырмын. Ғаламторда уақытты көп өткізуге болмайды. Ана кеп жайлы ақпарат алу үшін ғана қосылу қажет деп айтып еді ғой. Иә, бірақ аз уақыт мультфильм қарауға да болады деп еді. Уақытты ғаламторда өткізгеннен гөрі далада, таза ауада жаттығу жасап, денені сергіткен дұрыс деп ойлаймын. Неліктен ғаламторда отырып уақыт өткізуге болмайды? Адам уақытын өз денсаулығын күтуге, рухани жан дүниесін байытуға арнау керек. Уақытты босқа өткізу ең ауыр өкініш. Кейін өкініп қалуы мүмкін. Өйткені уақытты қайтару мүмкін емес. Қазір өмірді ғаламторсыз елестету қиын. Ал енді видеоны көрдік тақтадан, енді бүгінгі біздің жаңа сабағымыздың тақырыбын қалай ойлайсыңдар? Бүгінгі біздің жаңа сабағымыз тақырып, өзіміз топқа бөлініп жатырмыз, тобымыз да ұқсас. Ақнұр айта ғой. Келеді екен. Тағы да қандай ұсыныстарың бар айта ғой, Әсемай? Әлеуметтік желі жайлы екен. Тағы да қандай ұсыныстарың бар? Сонымен бүгінгі біздің жаңа сабағымыз тақырыбы өзіміз ғаламтордың пайдасы мен зияны. Тапсырма, бері қараймыз барлығымыз. Алдарында қағаз бар, иә? Бірінші Инстаграм тобына ғаламтордың пайдасын беремін. TikTok тобына ғаламтордың зиянын беремін. Және WhatsApp тобына пайдасы мен зияны мүмкіндіктерін беремін. Осы 3 сұраққа постер қорғаймыз. Постер жазамыз тапсырмаларды.
Барлығымыз зат салып шығамыз балалар. Өте жақсы. WhatsApp тобы бітейін деп қапты, аяқтайын деп қапты тапсырмаларын. Қызық нәрселерді үйренуге болады. Және де пайдасы ғаламторда отырып, ұзын сонар кезекке тұрмай-ақ заттарды алуға болады. Өте жақсы. Шаршаңыз күні бойы шаршаңыз болып жүреді. Және біздің көзіміз ауырады. Және оған көп уақытымызды кетіріп, өзімізге керек заттарды істей алмай қаламыз. Яғни түнде ұйқымыз бұзылады. Өте жақсы. Яғни пайдасы, зияны, ортақ мүмкіндіктері барлығы орнатылар. Енді бұл топтық жұмыс болғаннан кейін бұл жұмысты біз топпен бағалаймыз. Ал Instagram тобын қай топ бағалайды? Ал WhatsApp тобы бағаласын. Instagram тобын қорғаған WhatsApp тобын қорғаған кім қай топ қолдайсыңдар? WhatsApp тобын қорғағаны өте тамаша. Біз білмеген мәліметтерді олардан білеміз. Өте жақсы. Ал TikTok тобының посттерін кім бағалайды? Instagram тобы бағаласын, е? TikTok тобы өте жақсы қорғап шықты, оларға жақсы деген бала қоямын. Өте жақсы бала. Барлық топтан қорғады. Оқулыққа қараймыз, екінші тапсырмаға көңіл бөлеміз, қараймыз. Екінші тапсырмада әлеуметтік желіден уақыт ұрлаушы ма деген бізге сұрақ берілген екен, е? Осыны біз ойланып жұптас бөліс әдісі арқылы орындаймыз. Ол үшін біз фокус формуласы әдісімен осы тапсырманы орындаймыз. Бірінші, менің ойымша. Екінші сөйлем, мен оны былай түсіндіремін. Үшінші сөйлем, мен мына деректермен түсіндіре аламын. Мысалдармен дәлелдей аламын. Соңғы сөйлем, осыған байланысты мен мынандай қорытынды шешімге келдім. Деген осы төрт тапсырмадағы сөйлемдермен біз өзіміздің дайын топ бірден белгі береміз. Дайын топ бірден белгі береміз. Ал қай топ дайын? Өте жақсы. Instagram тобы бірінші жауап береді. Бастай қойыңыз. Менің ойымша әлеуметтік желілер уақыт ұрлаушылар деп ойлаймын. Мен оны былай түсінемін. Біз әлеуметтік желіде отырып бұл уақытымызды жұмсаймыз. Біз әлеуметтік желілерден шыға алмаймыз. Ал не дейтін? Дәлелге. Менің ойымша ғаламтор желісі уақыт ұрлаушы. Мен оны былай түсіндіремін. Көп адамдар ғаламторда ұзақ отырып өз уақыттарын жоғалтып алады. Мен мына деректермен мысалдармен дәлелдей аламын. Біздің Қазақстанның тең жарты ғаламтор желілері қолданылады. Мен мынандай қорытынды шешімге келдім. Мен бүгіннен бастап ғаламтор желісінде ұзақ отырмаймын деп. Ғаламтор уақыт ұрлаушы ма? Менің ойымша ғаламтор уақыт ұрлаушы. Мен оны былай түсінемін. Біз ғаламторға көп қарап отырған кезде уақытымызды кетіріп аламыз. Оны мен мына мысалдармен деректермен дәлелдей аламын. Біз оған түнеліп отырған кезде көп уақытымыздың қалай өтіп кеткенін байқамай қаламыз. Осыған байланысты мен мынандай қорытынды шешімге келдім. Ғаламторды керегінше ғана қолдану керек. Өте жақсы. Бірінші топты екі топ бағалаймыз. Бірінші топ Instagram тобын бағалаймыз. Instagram тобын бағалаймыз. Өте жақсы дейді. Келесі WhatsApp тобын бағалаймыз. Өте жақсы. Келесі TikTok тобын бағалаймыз. TikTok көтереміз. Өте жақсы, иә? Барлығы жақсы жауап берді деп ойлаймыз. Енді балалар үшінші тапсырмаға көшейік. Үшінші тапсырма бұл жеке жұмыс болып атқарылады, иә? Оны бәріміз білеміз. Жеке жұмыс. Енді мен сіздерге жеке ой тастағым деп отыр. Мен үшін желі пайдалы. Мен өзімді желісіз елестете алмаймын деген. Ал барлығы дайын ба? Енді балалар бұл тапсырманы жеке жұмыс болғандықтан мен сіздерге автор орындығын қойып отырмын. Өйткені әрқайсысы қазір автор болып өздерінің аттарынан осы сұраққа жауап бересіңдер, иә? Мен үшін желі пайдалы, мен өзімді желісіз елестете алмаймын. Себебі осы пікірге кім келіседі? Нұрсұлтан келіседі, отыра қойып
барлық ақпараттарды білуге болады. Келісеміз бе? Келесі. Мен жастардың жерінде ертеден кешке дейін отыруға қарсымын. Өйткені аяқ қарсы болсам дәлелдеп өтемді. Мен жастардың ертеден кешке дейін желіде отыруына қарсымын. Себебі олар өздерінің көздерінің денсаулықтарын құртады. Өте. Сен қайтып көрді қолданасың? Пайдалысың ба, әлде зиянлысың ба? Ал айта ғой пайдалысың. Мен ғаламтор желісін көптеген ақпараттар ала аламын және де жақын адамдармен сөйлесе аламын. Өте. Мағет. Сен қайтып көрді қолдайсың? Қарсысың ба? Пайдалысың ба? Ал қарсы болсаң дәлелдеп кетеміз тігімді. Мен ғаламторда көп отыруға қарсымын. Өйткені біздің ол жерде көзіміз бен денсаулығымызға зиян келеді. Өте жақсы. Балалар олай болса, екі жақтан да алдық, оның қандай мүмкіндіктері барын да бәрін білдік. Олай болса, үйге осы ғаламтордың пайдасы мен зияны туралы қысқаша эссе жазып келеміз. Сау болыңдар.